Жалпы өкпеден шыққан ауаға байланысты дыбыстар екіге бөлінеді. Бұл бізде дауысты дыбыстар, дауысты және дауыссыз дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар. Алдыңғы сабақта біз былай деген едік. Дыбыстар өкпеден шыққан ауаға байланысты екіге бөлінеді. Яғни дауысты және дауыссыз дыбыстар болды, иә? Соған байланысты көптеген оқушылардан сұрақ туындаған еді. Соны талдайық. Егер өкпедегі ауа ауыз қуысында кедергіге ұшырамай еркін шықса, бұл бізде дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыстар. Ал егер өкпедегі ауамыз ауыз қуысында кедергіге ұшырап шықса, бұл бізде дауыссыз дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар. Түсінікті деп ойлаймын. Ал енді біз негізгі тақырыбымызға, яғни дауыссыз дыбыстарға көшейік. Бүгін біз дауыссыз дыбыстар жайында өтетін боламыз. Дауыссыз дыбыстар жайында, дауыссыз дыбыстар. Бағана біз айтқан едік, өкпедегі ауа ауыз қуысында кедергіге ұшырап шықса, бұл бізде дауыссыз дыбыстар. Біз дауыссыз дыбыстарды соза алмаймыз. Яғни қараңыздаршы, бұл дауысты дыбыстарды айтқан кезде біз еркін оларды соза аламыз, Олар ауыз қуысында кедергіге ұшырамай шығады. Ал дауыссыз дыбыстарды айтып көрейікші, мысалы п, ғ, ын. Бізге ауа жетпей тұрған сияқты, ауа жетпегендей айтамыз, дауыссыз дыбыстарды. Біз оларды соза алмаймыз, олар ауыз қуысында кедергіге ұшырап шығады. Жалпы қазақ тілінде 19 дауыссыз дыбыс бар. Біз оларды үшке бөліп қарастырамыз, Үшке бөліп қарастырамыз дауыссыз дыбыстар. Бұл бізде қатаң, ұяң және үнді. Әрбіріне енді тоқтала кетсек. Үнді дауыссыз дыбыстар. Олар жалпы салдырдан гөрі оларда үні басым болып келеді. Үні басым болып келеді. Салдыр олар. Бәсең, үні көптеу. Үнді дауыссыз дыбыстарға м, н, ын, қысқа и, у, л, р дыбыстар жатады. Бұл үнді дауыссыз дыбыстар. Енді ұяң дауыссыз дыбыстар. Ұяң. Бізде г, в, ж, з, ғ, б, д. Енді қатаң. К, Ф, Ш, С, Х, П және Т. Сонымен қатар бізде Х, халық дегеннен Х, қаһарман деген сөздегі Х, Ц, Ш және де Ч. Енді мен сіздерге оңай жаттау жолын көрсететін боламын. Бұны біз жаттауымыз керек, білуіміз керек. Кеттік. Бізге екі сөйлем керек болады. Қазір не себепті екенін түсіндіретін боламын. Бірінші сөйлем менің аюларым. Менің аюларым. Қызық сөйлем, Аюдың суретін салып қояр, тез жаттау үшін. Енді осы жердегі дауысты дыбыстарын сызып қояйық. Ю дыбысын ашып қояйық. Қысқа және у. Кетті. М-ны-ын, қысқа у-лары. Дыбыстар шықты. Бұлар үнді
Dауыссыз дыбыстар. Бұлар үнді дауыссыз дыбыстар. Яғни үнді дауыссыз дыбыстардың оңай жаттау жолы осы. Соны қолдансаңыздар болады. Енді осы сөйлем жадайы. Ғыз бады. Гап-гап, я? Ит сондай дұрыс шығарады. Иттің сөйлетін. Салып қояды, я? Дауыссыз дыбыстарды алып тастайық. Қараңыздар, Г, В, Ж, З, Г, П, Д деген дыбыстар шықты. Бұлар бізде яң дауыссыз дыбыстар. Яң дауыссыз дыбыстар. Тиімді жолы осы. Ал енді тағы бір лайфхак бар, я? Қазақ тілінде мынандай ереже бар. Әрбір яң дауыссыз дыбыстың қатаң дауыссыз сыңары бар, я? Мысалға, сіз қояйық. Д-ның қатаң сыңары Б-нікі П, Ғ-нікі Х, З-нікі С, Ж-нікі Ш, В-нікі Ф, және де Г-нікі К. Солай оңай жаттап алуға болады. Бұлар ұяң дауыссыз дыбыстар, мына ұяң. Сөйлем құраған едік қой, осыған байланысты. Ал бұлар қатаң дауыссыз дыбыстар. Х, С, Ш, Ч. Осылардың сыңары жоқ, е? Бір қайталап өтейік. Үнді дауыссыз дыбыстарда салдырдан көрі үні басым. Ұянда керісінше үннен көрі оларда салдыр басым болып келеді. Ал қатаңда тек қана салдыр. Қатаңда дауыссыз дыбыстарда тек қана салдыр. Батырды айтқан жоқ, біле? Яңға тоқталған едік. Енді мен сіздерге тақырыпты бекіту үшін тест дайындаған едім, соны өтсек. Бірінші сұрақ. Бізде қатаң дауыссыз дыбыс табыңыз. Дауыссыз дыбыстар табыңыз, е? А жауабы, Б жауабы. Кеттік. Бізде үш нұсқа берілген, соны талдап шығайық. Қатаң дауыссыз дыбысты табу керек. М, Н, Г. М бізде бағана айтқан едік. Бұл үнді. Н да үнді. Г бізде ұяң. Бұл нұсқа келмейді. В бізде ұяң. И бізде үнді. Р да бізде үнді. Сол себепті Ә нұсқасы келмейді. Енді сәйкесінше Б нұсқасы дұрыс. К, Х, П. К-да қатаң, Х-да қатаң, және П-да қатаң. Яғни, бұл бізде бірінші сұрақ. Енді екінші сұраққа көшеміз.
Saqbaq sözünde qanday dağılsız dыбыстар кездеседі? Кездеседі. Кеттік, талдайық. А жауабы, ә жауабы, Б жауабы. Кешіңізде. Сабақ сөзі. С, Б, Қ деген дауыссыз дыбыстар бар. Жазылайық. С, Б және Қ. Қ бізге белгілі. Бізде қатаң. Оңай, иә? Қатаң деген сөз. Одан бастап тұр. Яғни Қ дыбысы болса. Б әріпі. Б әріпі бізде ұян. С әріпше. С әріпі. С әріпі бізде қатаң. Қатаң дауыссыз дыбыс. Яғни қатаң мен ұян дауыссыз дыбыстар кездеседі екен. Қай нұсқа дұрыс? Қарастайық. Ұян үнді жатпайды. Үнді бізде дауыссыз дыбыс жоқ. Үнді бізде дауыссыз дыбыс жоқ. Яғни А жауабы дұрыс. А жауабы дұрыс. Енді бізде үшінші сұрақ. Кеттік үшінші сұраққа. Бізде ұян дауыссыз дыбыстан басталып, үнді дауыссыз дыбысқа аяқталған сөзді табыңыз. А нұсқасы, Ә нұсқасы және Б нұсқасы. Бізде жазбай кетті ма? Кеттік. Мұнар, дарын, ғарыш деген үш сөз бізге берілген. Талдайық. Ға. Кеттік. Ғы және Ш. Ғы бізде ұян. Бірақ Ш бізде қатаң. Қатаң есімізге түсіреміз, иә? Сол себепті Б нұсқасы дұрыс емес. Бізге келмейді. Енді А нұсқасы. Ма. Ма бізде үнді. Және де Р бізде үнді. Сол себепті бізде келмейді. Сол себепті, яғни Ә нұсқасы дұрыс. Бірақ сонда да талдап шығайық. Д және Н. Д бізде ұян дауыссыз дыбыс. Гав жазылыс ба? Д. Және де Н. Менің аюларым. Н. Менің аюларым. Осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Сау, сәлематта болыңыздар.